Сәлеметсіздер ме, құрметті трейдерлер. Бүгін 2026 жылдың 27 мамыры сәрсенбі және әлемдік қаржы нарықтарда кез келген жаңалыққа өте сезімтал кезеңде болып жатқанын айта кетеміз. Бұл жағдай әлі де жалғасуда. Менің ойымша қазіргі нарық өте қызық, әрбір мезетте қауіпті нүктеде тұр. Инвесторлар әлі де әлемдік экономиканың жұмсақ қонуына үміттеніп отыр, бірақ сонымен қатар жоғары пайыздық мөлшерлемелердің ұзақ сақталуы, қымбат мұнай және жаһандық экономикалық өсімінің баяулауы сценарий барған сайын көбірек бағалай басталды. Дәл қазір бүгінгі күнтізбені айта кететін болсақ, мінекей дәл осындай жағдайлар бүгін орын алайын деп жатыр. Бұның барлығында біз сіздермен бірге мұқият талдайтын боламыз. Әсіресе біздің телеграм парақшамызға жазылып кетсеңіздер болады. Дәл осы оқиғалар туралы толыққанды жаңалықтар Markets Central Asia телеграм арнасында жарияланатын болмақ. Әрмен қарай енді әдеттегідей біздің тақырыптарға көшетін болсақ, дәл қазір болып жатқан негізгі мәселе нарықтар бір уақытта бірнеше ірі тәуекелмен бетпе-бет келіп жатқаны. Бұл таяу шығыстағы геосаяси тұрақсыздық, ақш-тың қарыз жүктемесінің өсуі, облигациялар кірістілігінің жоғары болуы және технологиялық сектордағы қызып кету және әлемнің ірі экономикаларындағы сақталып отырған инфляция. Сонымен қатар жеке өзімнің пікірімше, инвесторлар әлемдік экономика жабысқақ инфляция кезеңіне кіруі мүмкін деген тәуекелді әлі толық бағаламай отыр. Яғни баға өсімі өте баяу төмендейді, ал орталық банктер мөлшерлемелерді нарық күткеннен әлдеқайда ұзақ уақыт жоғары деңгейде ұстауға мәжбүр болуда. Алдымен доллар индексінен бастайтын боламыз. Америкалық доллар қазіргі нарықтағы белгісіздіктің басты бенефициары болып қалып отыр. Доллар индексі әлі де өте мықты деңгейлерде сақталуда. Және менің ойымша әзірге нарық төмен бағыттағы тұрақты бұрылыс үшін фундаменталды себеп көріп тұрған жоқ. Кевин Уорш Федералдық резервтік жүйесінің жаңа төрағасы болып тағайындалғаннан кейін инвесторлар ФРЖ-ның болашақ саясатына қатысты күтулерін белсенді түрде қайта қарап бастай жатыр. Дәл осы орайда айта кетейік, нарық Уорштың алғашқы мәлімдемелерін жеткілікті қатаң қабылдады. Ол бірнеше рет инфляция ақш экономикасының тұрақтылығы үшін басты қауіп болып жатыр деген ой пікірді білдірді және долларға деген сенім америкалық ақша несие саясатының басымдағы болуы тиіс екенін атап өтті. Және дәл осы жерде менің ойымша нарық өте маңызды бір нәрсені түсіне бастады. ФРЖ-ның жаңа командасы мөлшерлемелерді тез төмендетуге бірнеше ай бұрынғы нарық күткеннен әлдеқайда аз бейім болуы мүмкін. Сонымен қатар америкалық мемлекеттік қарыз төңірегіндегі жағдайда нарыққа қосымша қысым көрсетуде. Осы аптада ақш қазынашылық облигациялары жаңа ірі орналастыру көлемдері қайтадан белсенді талқылануда. Трежеристердің кірістілігі жоғары деңгейде қалып отыр, ал бұл долларды негізгі валюталардың көпшілігіне қарсы қолдауды жалғастыруда. Бұдан бөлек ақш бюджетінің жағдайына қатысты алаңдаушылықта күшейіп келеді. Сарапшылардың көбі ақш біртіндеп қарызды қызмет көрсету шығындары тұрақты жоғары болатын кезеңге келіп бара жатыр деп айтуда. Және парадокс бар екенде айта кетейік, дәл осы жағдай әзірге долларды қолдап отыр, себебі жоғары кірістілік америкалық активтерді жаһандық капитал үшін өте тартымды етіп жатыр. Сондықтан қысқа мерзімді перспективалар аясында енді айта кететін болсақ, америкалық жалпы валюта өзін сезімді көрсетуде. Және әрмен қарай біз сіздермен бірге енді тағы да бір маңызды талқылайтын тақырып, бұл әрине де дәл осы доллар мен еуроның жұбы. Менің ойымша еуро қазір дамыған елдер валюталарының ішіндегі ең әлсіздердің бірі болып келе жатыр. Нарық кейде еуро-доллар жұбын түзету кезінде сақтап алуға тырысады, бірақ еуро аймақ бойынша фундаменталды көрініс әлсіз болып қалып отыр. Негізгі мәселе бұрынғыдай Германияда өнеркәсіп секторына қатысты жаңа деректер белсенділіктің қайтадан төмендегенін көрсетіп жатыр. Ал неміс өндірушілері жоғары энергия шығындарына, қымбат несиелерге және сыртқы сұраныстың әлсіздігіне шағымдануды жалғастыруда. Сонымен қатар Еуропада еуро аймақтың жекелеген елдерінің бюджеттік проблемалары туралы да тақырып болған сайын қаттырақ талқылануда. Нарық Италия мен Франция мысалы үшін жоғары мөлшерлемелер жағдайындағы қарыз жүктемесіне қатысты тәуекелдерді жиі талқылай бастады. Инвесторлар қазіргі пайыздық мөлшерлемелер жағдайында Еуропаның экономикалық өсімді сақтап қалу қабілетіне барған сайын көбірек күмәнданып бастады. Бұл өте маңызды сәт.
айта кетейік. Еуроға қысым көрсететін тағы бір фактор орталық банктер риторикасындағы айырмашылық. Егер ФРЖ барған сайын қатаң көрінсе, Еуропалық орталық банк керісінше әлдеқайда сақ бола бастады. ЕОБ өкілдері экономикаға шамадан тыс қысым көрсету тәуекелдері туралы жиі айтуда. ФРЖ қатаң саясатты сақтап, Еуропа экономикасы байлап жатқан жағдайда еуро-доллар жұбы құрымдылық қысым астында қала береді. Техникалық тұрғынан нарық 1,8 аймағын өте мұқият бақылауда. Егер еуро қысым күшейсе, еуроға, яғни қысым күшейсе, бұл аймақ жаңа төмендеу импульсын қалыптастыру үшін негізгі деңгейге айналуы мүмкін деген ой пікірлер бар. Бірақ әзірге динамика енді айтарлықтай жаман емес екенін көріп отырмыз, сондықтан осыған ұқсас бір динамика сақталады деген ойдамыз. Әрмен қарай Ұлыбританиялық фунт пен доллар туралы да сөйлесеміз. Британдық фунт қазір өте екі ұшты жағдайда тұр. Бір жағынан Ұлыбританиядағы инфляция дамыған елдер арасында ең жоғары көрсеткіштерінің бірі болып қалып отыр. Бұл Англия банкінің мөлшерлемелерді ұзақ уақыт жоғары деңгейде ұстап тұруы мүмкін деген күтулерді қолдайды. Алайда екінші жағынан Британ экономикасы қымбат ақшаның салдарын қатты сезіне бастауда. Осы аптада бөлшек сауда мен тұтынушылық белсенділікке қатысты жаңа деректер күткеннен әлсіз шықты. Сонымен қатар Ұлыбританиядағы жылжымайтын мүлік нарығы салқындауын жалғастыруда, ал ипотека мөлшерлемелер халық үшін әлі де өте ауыр болып отыр. Менің ойымша, қазір фунт екі қарама-қарсы фактордың арасында қалып отыр. Ол әрине де валютаны жоғары мөлшерлемелердің арқасында қолдайтын инфляция және британ фунты мен доллар жұбы өсім әлеуетін шектейтін рецессия тәуекелдері. Сонымен қатар сарапшылардың бір бөлігі Ұлыбритания үшін стагфляциялық сценарий ықтималдылығын тақылай бастады, яғни экономиканың әлсіз өсімі мен тұрақты жоғары инфляция қатар жүруі. Әзірге фунт салыстырмалы түрде тұрақты ұсталып тұр, алайда менің ойымша британ валютасының тұрақтылығы Англия банкінің экономиканы қатты әлсіретпей, қатаң саясатты қаншалықты ұзақ сақтай алатынына байланысты. Сондықтан әрмен қарай төмен динамика тіпті сақталып та қалуы мүмкін, бірақ қысқа перспективаларды айтатын болсақ, енді түсініксіз бір жағдай сақталады деген ойдамын. Енді әрмен қарай біз сіздермен көшетін келесі тақырып, ол әрине де Америка доллары және жапониялық иена арасындағы жұп екенін айта кетейік. Менің ойымша, Жапон иенасына қатысты жағдай қазір валюта нарығындағы ең шиеленісті тақырыптардың біріне айналуда. Доллар иена жұбы қайтадан критикалық деңгейлерге жақындап келеді, ал инвесторлар Жапон билігін қайталама интервенцияларын барған сайын көбірек қауіптенуде. Мәселе мынада, фундаменталды тұрғынан иена әлі де өте әлсіз болып қалып отыр. ақш пен Жапония арасындағы мөлшерлемелер айырмашылығы өте үлкен, ал Жапония банкі ақша несие саясатын қалыпқа келтіру мәселесінде әлі де өте сақ. Алайда қазір нарық саяси фактордан да алаңдай бастады. Соңғы күндері Жапония қаржы министрлігі валюта нарығындағы шамадан тыс алып-сатарлық қозғалыстар туралы бірнеше рет қатаң пікір білдірді. Және дәл осы жерде менің ойымша психологиялық фактор өте маңызды рөл атқаруда. Нарық Жапон билігінің кез келген сәтті араласуы мүмкін екенін түсінеді. Кез келген сәтте, яғни. Сондықтан доллар иена жұбындағы құбылмалық күрт өсті. Сонымен қатар әлсіз иена Жапония экономикасының өзі үшін проблемаға айнала басталды. Экспорттаушылар арзан валютаның пайдасын көруде, бірақ импортталатын инфляция мен энергия бағасының өсуі халық үшін барған сайын ауыр болып жатыр. Егер ашық айтатын болсам, менің ойымша нарық біртіндеп Жапон билігі иенасының әлі әрі қарай өсуіне жол берумен әлдеқайда агрессивті араласудың бірін таңдауда мәжбүр болатын нүктеге жақындап келеді. Осылайша әрмен қарай енді көреміз. Осы кішігірім өсуден соң, осы дәл қазір көрсеткіштер 159,26-дан кішігірім төмендеп те қалуы мүмкін болады. Бүгінгі нарықтағы жағдайларға байланысты, ал әрмен қарай біз сіздермен
талқылайтын тақырып ол әрине де Америка құрама штаттары доллары мен канадалық доллар жоба. Канадалық доллар қазір екі негізгі факторға өте қатты тәуелді: мұнай және ақш экономикасының жағдайы. Бір жағынан мұнайдың жоғары бағасы Канадаға энергия ресурстарының экспорттаушы ретінде қолдау көрсетуде. Бірақ екінші жағынан ақш долларының күшеюі мен әлемдік экономиканың баяулауына қатысты алаңдаушылық канад валютасына қысым көрсетуді жалғастыруда. Жалпы есебімен айтқанда бұл жағдай мүлдем өзгерген жоқ. Осы аптада Канада банкі өкілдерінің жаңа пікірлері жарияланды. Олар ішкі сұраныстың біртіндеп әлсіреп жатқанын және жылжымайтын мүлік нарығының жоғары мөлшерлемелерге өте сезімтал болып қалғанын мойындады. Жеке өз пікірімді айта кететін болсам, нарық әзірге Канада экономикасы үшін тәуекелді толық бағаламай отыр. Үй шаруашылықтарының жоғары қарыз жүктемесі Канаданы қымбат несиелерге ұзақ кезеңде өте осал етеді. Сонымен қатар, егер мұнай жоғары деңгейде сақталса, Канада доллар жұбы кең диапазонда қозғала беруі мүмкін. Себебі мұнай факторы ақш долларының қысымының бір бөлігін өтейтін болмақ. Сондықтан әрмен қарай болатын жағдайды бірге мұқият қадағалаймыз достар. Десе де, жаңа айтып өткендей, Канада доллары мұнайдың бағасына жалпы өте қатты тәуелді. Сондықтан мұнаймен болып жатқан жағдайды келесі ретте біз сіздермен талқылаймыз. WTI мұнайында жағдай қандай болып жатыр екен десеңіздер, мінекей дәл қазір ол экрандарымызда. Өткен брифинг барысында біз бағалар төмендейді деген ой пікірге келген едік. Мұнай нарығы қазір жаһандық құбылмалықтың басты көзі болып отыр. Іс жүзінде барлық нарықтар белгілі бір деңгейде таяу шығысқа болып жатқан жағдайға тәуелді. Менің ойымша, инвесторлар мұнай жеткізілімдерінің үзілу қаупі нарық бір ай бұрын бағалағаннан әлдеқайда жоғары екенін түсіне бастады. Ормұз бұғасында ерекше назар аударылуда. Бұғасына, яғни айтқанда, осы аймақтағы кеме қатынастарына қатысты кез келген жаңалық мұнай бағасына бірден әсер етіп жатыр. Бұл жерде де жағдай айтарлықтай өзгерген жоқ. Сонымен қатар ОПЕК+ ұсынысты шектеудің жеткілікті қатаң саясатын сақтап отыр. Альянс өкілдерінің кейбірі өндіріс шектеулерін нарық күткеннен ұзағырақ сақтауға дайын екенін айтып үлгерді. Алайда сонымен бірге әлемдік сұранысқа қатысты алаңдаушылықта күшейіп келеді. Жоғары мөлшерлемелер Еуропа мен Азиядағы экономикалық белсенділікке барған сайын көбірек қысым жасауда. Және дәл осы жерде өте қауіпті сценарий пайда болғанын айта кетейік. Егер экономика баяулап жатқан кезде мұнай қымбат болып қалса, бұл инфляциялық қысымды күшейтіп, сонымен қатар өсім перспективаларын нашарлатуы мүмкін. Менің ойымша, дәл қазір мұнай нарығы әлемдік экономиканың болашақ жағдайларының негізгі индикаторларының біріне айналуда. Әрмен қарай айта кететін болсақ, төмендеу перспективасы жоғарырақ деп санаймын. Жалпы өз басым және көреміз енді әрмен қарай қандай жағдай болатын мұқиятты талқылайтын боламыз. Және басты қорғаныс активтерінің бірі, яғни алтын бағасына да көшейік достар. Алтынға қатысты жағдай қазір өте қызық болып жатыр. Бір жағынан облигациялар кірістілігінің жоғары болуымен күшті доллар металлға қысым көрсетуде, алайда сонымен қатар жаһандық алаңдаушылық өсіп келеді. Геосаясат, қарыз тәуекелдері, қаржы тұрақтылығына қатысты қорғаныс пен әлемдік экономиканың болашағына деген сенімсіздік қорғаныс активтеріне деген сұранысты қолдауды жалғастыруда. Алтын біртіндеп жай ғана мөлшерлемелерге реакция беретін актив режимінің стратегиялық қорғаныс активі режиміне өте бастады. Әсіресе орталық банктардың алтынды белсенді сатып алуы да өте маңызды тақырып. Көптеген елдер үшін бұл енді жай инвестиция емес, әлемдегі геосаяси бөлшектену жағдайындағы ұзақ мерзімді қаржылық қауіпсіздік элементіне айналып жатыр. Егер перспективалар туралы айтатын болсақ, қысқа мерзімде алтын доллар мен облигациялардың кірістілігіне өте сезімтал болып қалуда, бірақ стратегиялық тұрғыдан металға деген қызығушылық менің ойымша сақталуы тиіс. Әрмен қарай енді көреміз. Мынау ұзақ уақыт бойы келе жатқан төмендеуден соң енді алтын бағасы күрт өсуі тиіс деген ой пікірлер бар. Ал әрмен қарай біз болса енді қысқаша түрде достар қор нарықтарына да тоқталайық. Америкалық акциялар нарығы әзірге салыстырмалы түрде тұрақты болып көрінеді, алайда нарық ішіндегі шиеленіс біртіндеп күшейіп келуде. Негізгі драйверлер әлі де жасанды интеллект секторында болып жатыр. Инвесторлар жасанды интеллект инфрақұрылымына байланысты технологиялық компанияларға белсенді түрде инвестиция салуды жалғастыруда. Әлде сонымен бірге нарық барған сайын тарылып барады.
біз көріп отқандай индекстердің өсуін қолдайтын компаниялар саны азаюда, ал бұл сарапшылар арасында сұрақтар туғызып бастайтын жағдай. Бұдан бөлек жоғары мөлшерлемелер мен қымбат мұнай корпоративтік табыстар болжамын біртіндеп нашарлата бастауда. Жеке өзімнің пікірімше нарық қазір өте сезімтал кезеңде тұр. Мұнда кез келген маңызды негативті жаңалық құбылмалықтың күрт өсуіне себеп болуы мүмкін. Жалпы қорытындылайтын болсақ, әлемдік қаржы нарықтары қазір өте нәзік тепе-теңдік жағдайында қалып отыр. Доллар ФРЖ-ның қатаң саясаты мен жоғары облигациялық кірістіліктің арқасында күшті болып қалуда. Еуро мен иена құрылымдық проблемалардың қысымында тұр. Фунт инфляция мен экономиканың баяулау тәуекелдерінің арасында тепе-теңдік іздеуде. Мұнай негізгі геосаяси активтерінің біріне айналды, ал алтын біртіндеп стратегиялық қорғаныс құралы мәртебесін қайтарып жатыр. Сондықтан алдағы апталар валюта, шикізат және қор нарықтарына жаһандық трендтерді қалыптастыру үшін шешуші уақыт болады. Біз де енді нарықты толыққанды қадағалайтын боламыз. Осымен достар, бүгінгі біздің шолу өз мәресіне жетті. Жағдай әзірге осындай, енді әрмен қарай мұқият көреміз. Және егер жаңалықтардың барлығын жіберіп алмаймын дейтін болсаңыздар, міндетті түрде біздің YouTube арнамызға жазылып кетуді ұмытпаңыздар. Егер Форекс нарығында болып жатқан жағдайларда мұқият қадағалаймын дейтін болсаңыздар, міндетті түрде Амаркетстің Telegram және Instagram парақшаларына да жазылып кетуді ұмытпаңыздар. Сіздер үшін бүгінгі брифингті жариялаған мен Алишер Утамбаев. Келесі брифинг барысында кездескенше